Сәлем достар, бүгін осындай әдемі оформление жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кәдімгі фотобумага керек. Мен көк түсте осылай шығарып алдым. Астан шоколады керек. Осылай қиып аламыз да, астан шоколадын бірдей қылып, кішкене сәл үлкендеу қылып. Одан кейін осылай екі шетін қайырамыз. Двусторонний скотчты алып, астан шоколадын осылай жабыстырдым екі шетіне. Және де осылай екі шетін қайырып, қазір осы двусторонний скотчқа жабыстырамын. Қарап алыңыздар мұқият. Осылай асты жағын және де үсті жағын бекітіп скотчқа жабыстырып қойдым, шоколадқа жабыстырып қойдым. Одан кейін әдейі үлкейтіп қойдым мына жерде сіздерге көріну үшін деп. Бірінші мына жеріне кішкене складка жасаймыз да бұрышынан. Одан кейін қайырып уже жабамыз шоколадтың сыртын. Көрініп тұрған шығар сіздерге. Мына жерден кішкентай аламын да бірінші қайырамын шоколадқа қарай. Сосын тағы бір бүктеп осылай жабам шоколадтың сыртын. Өйткені олай істемесеңіздер мына жерінде екі бұрышы